Мен өз бизнесімде бір-ақ айда 105 миллион теңге таза пайда жасадым. Қазір сіздерге сол 105 миллион теңге таза пайда жасағанда қолданған 4 техниканы айтатын боламын. Бұл техника қарапайым адамдарға да, кәсіпкерлерге де, кәсіп бастағысы келгендерге де үлкен көмегін тигізеді. Кәсіп бастағысы келгендер де және кәсіпкерлер де маған келгенде көбінесе бір боль айтады. Яғни сол кәсіп жасап жүрмін. Сосын мен сұраймын, жақсы, қанша жыл? 5 жыл, 10 жыл, кейбіреуіне 15 жыл болған кәсіпте жүргендеріне. Сосын мен сұраймын, сенде қандай нәтиже бар? Өкінішке орай ол кісілер айтады, мен ақша табам, жүріп тұруыма, үйдегі жаңа қажеттіліктерін бәрін осы кәсіп арқылы жауып отырмын дейді. Супер. Бірақ бұл жерде мен түсінбейтін, мен келіспейтін бір нәрсе бар да. Мен ол кәсіпкерге айтамын, барахолкіде базарда арбай теріп жүргенде солай күн көшіп жатыр да. Сен де тура сондай күн кешіп жатсың. Күнделікті жүретін ақшаңды тауып жатсың, қыдыратын ақшаңды тауып жатсың. Кәсіпкер де тура сондай қылып жүр да. Негізі мен бұл нәрсеге келіспеймін. Кәсіпкер адам ол бөлек болу керек та. Қалай бөлек болу керек? Ол қаржылай еркіндікке ұмтылу керек. Ақшасын сақтап, қаржылық сауаттылықты жақсы меңгеріп, ол еркіндікке қарай жету керек та. Егер де ол еркіндікке жетпесе, онда не үшін кәсіппен айналысып жүр? Кәсіпкер адам өте жақсы қаржы тауып, және ол қалаған жеріне баратын, қалаған нәрсесін сатып алатын, еркін өмір сүретін, ешкімге тәуелсіз, ақшаға тіпті тәуелсіз мықтыдан болу керек. Сондықтан сіз кәсіппен айналыспасаңыз да, кәсіппен айналыссаңыз да, сізді әдемі нәтижеге, әдемі табысқа жеткізетін мен қаржылық сауаттылыққа арналған 4 техниканы айтатын боламын. 4-ші техника, соңғы техника өте маңызды. Видеоның соңына дейін міндетті түрде көріңіз. Есімім Қайранов Еркебұлан, кәсіпкер, қаржы эксперті және инвестормын. Бірінші техника. Өзіңіз байқаған шығарсыз, өмірдің өзінде де сіз қай сфераға фокус қоясыз, ол міндетті түрде өсе бастайды да. Мәселен, сіз жаңа отношениеге қойсаңыз, отношения түзеле бастайды. Сіз белгілі бір адаммен жаңағы кездесуге қойсаңыз, ол міндетті түрде кездесіп бір нәтижелі жұмыс болады да. Немесе бизнеске қойсаңыз, ол тура нәтижесін береді да. Тура сол секілді мен де өзімнің өрлеу компаниясына, яғни ол жерде сол айда өте үлкен қаржы түсіретінін біліп, барлық фокусымды тек өрлеуге қойдым. Яғни менің 12 кәсібім болса да, өрлеу компаниясының потенциалын және сол кездегі сәтті пайдаланғым келіп, бүкіл фокусты өрлеу бизнесіне қойып, және команданың назарында міндетті түрде сол өрлеу компаниясына қарай бұрдым. Негізі кәсіпкерлер де, кәсіп бастағысы келетіндер де, қарапайым адамдар да мына нәрсені ескеру керек. Бұл фокус деген нәрсе, бұл бір ғана шелек суда. Сіз бір шелек сумен 5-6 талды өсіргіңіз келеді да. Негізі бір шелек су ойлаңызшы, 5-6 талға жетпейді. Тіпті 2 талдың өзіне де бір шелек су жетпейді, соңында 2 талда өліп қалады. Сіз бір шелек суды тұрақты түрде бір талға құйсаңыз, міндетті түрде сол тал өседі. Сондықтан бұл тура фокус дегенде бір шелек қана суда. Сіз бір шелек суды тек бір кәсіпке нақты қадап отырып құйсаңыз, ол кәсіп сізге міндетті түрде жемісін береді. Немесе, мысалы, сіз үйге қонақ шақырып жатсыз, 4 қазанда бірден ас дайындасаңыз, 4 тамағыңызды сіз алып кете алмайсыз. Яғни 4 тамақты да бүлдіріп алуыңыз мүмкін да. Сол үшін қонақ шақырған кезде бір қазанда бір тамақ істеңіз, ол тамақ дәмді, қонақтарыңыз риза, әдемі болады. Кәсіпте де тура сондай. Сол секілді менде бірінші техника барлық фокусты өрлеу компаниясына қойдым, және команданың да фокусын полный өрлеудің сол айдағы күшейту жұмыстарына бұрдым да. Келесі техника бір апта, бір ай техникасы. Яғни бұл техника міндетті түрде сізге нәтиже береді. Қараңыз, егер сіз конкуренттерді басып озғыңыз келсе, басқалардан өнімді жұмыс жасағыңыз келсе, және ең қымбат уақытты тиімді пайдаланғыңыз келсе, бұл техниканы міндетті түрде қолдануыңыз керек. Мысалы, сіздің өміріңізде бір ай уақыт бар, ал бір айды сіздің өміріңізде бір ай уақыт болса, менің өмірімде сол сәтте 4 ай уақыт болды. Түсіндіріп берейін. Бір айда 4 апта бар. Мен бір айдың жұмысын бір аптаға сыйдырамын. Мәселен, мысалы мен өз компаниямдағы таргетологқа айттым. Сіз бір айда өрлеу компаниясының таргетіне осынша қаражат саласыз. Ал біз бір айдың қаражатын бір аптада саламыз. Тура солай. Бір айда жұмсалатын бюджетті біз бір аптаға салдық, және ол бір айдың нәтижесін берді. Және бұл техниканы достар өз өмірлеріңізде де міндетті түрде қолданасыздар, тек кәсіпте ғана емес. Мысалы, мен айдың соңында анама бір қажетті нәрсені алып бергім келді, және ол үнемі
менің ойымда тұрды. Тіпті кейде менің энергиямды алатын да. Содан мен ойланам, неге оны айдың соңына дейін созып жүрем? Анама қажетті нәрсені бір аптаның ішінде алып беріп, энергиямды түсеп, реттеліп жүруге болады да. Сондықтан бір айдың жұмысын бір аптаға сыйдырсаңыз, онда сіздің өміріңізде уақытыңызда тиімді болады және артық нәрселердің барлығын тоқтатасыз, фокусыңыздың бәрін motion деңгейде қоясыз. Демек, басқалардың өмірінде, сіздің конкурентіңіздің өмірінде бір ай уақыт болса, сізде 4 ай уақыт бар. Сіз одан 3 шаг немесе 4 шаг алда боласыз. Бұл техника бизнесте, жеке өмірде, жалпы күнделікті есептің өзінде де өте қажет техниканың бірі. Үшінші техника бұл стратегия. Қараңыз, мен Алматы қаласында таудың етегінде тұрамын. Сізді үйіме қонаққа шақырдым, мен үйімнің адресін сізге бермесем, сіз менің үйімді тауып келе аласыз ба? Келе алмайсыз. Ал мен сізге тугиспен жіберсем, сіз менің үйімді қиналмай тауып келесіз. Не үшін? Өйткені сіздің қолыңызда карта бар. Сол картамен менің үйіме емін-еркін келесіз. Тура сол секілді бизнестің де өзінің картасы болу керек та. Яғни өзінің стратегиясы болу керек. Стратегия ол сізді менің үйіме алып келетін, немесе сізді бизнесте табысқа жеткізетін, немесе жеке өмірдің өзінде де сіздің қай жаққа баратқаныңызды нақтылайтын карта. Көп кәсіпкерлердің қателігі олардың өмірінде және бизнесінде, тіпті қаржысында стратегия болмайды, өзінің картасы болмайды. Сондықтан кәсіпкерлер үнемі выгораниеде, депрессияда және нәтижесі жұмыс, ол қанша жыл уақытын, табысын, яғни ақшасын, энергиясын босқа құртып жатыр да, ол баратқан жерін білмейді. Мысалы, мен өрлеу компаниясын ашпас бұрын, ол жерге қанша адам алам, қанша қаражат салам, және қанша уақыттан кейін ақтаймын, қанша таргеттолог, қанша сату бөлімі болу керек, олардың жүйесі, стратегиясы, яғни жүретін жолдары қандай болу керек, барлығын нақтылап картасын түсірдім. Және осының арқасында мен 105 миллион теңге таза пайдаға жеттім. Сондықтан достар, стратегия бұл сіздің өміріңіздің картасы, тек бизнесте ғана емес, өміріңізде де жүретін жолыңызды, баратын бағытыңызды айқындап алуыңыз керек. Төртінші техника, өте маңызды техниканың бірі цифр. Бізде кәсіпкерлердің қателігі, немесе жеке өміріндегі адамдардың да қателігі, олар цифрмен жұмыс жасамайды. Соның кесірінен кәсіпкерлерде кәсіби разрыв, банкрот, ақшаның жетіспеушілігі, нәтиженің жоқтығы болады. Қарапайым адамдарда қанша ақша жұмсағанын білмейді, қанша ақша сақтағанын білмейді, олар сол үшін кәсіп бастай алмай, өмір бойы мемлекетке немесе белгілі бір адамға жалақыға жұмыс жасайды. Сол үшін сіз цифрмен нақты бетпе-бет келуіңіз керек. Мен бұл бизнеске қанша теңге салам, қанша теңге пайда табам, команданың табысына қанша бөлем, маркетингке қанша бөлем, арендаға қанша бөлем, соның барлығын алдын ала есептеуіңіз керек та. Бізде өкінішке орай көп кәсіпкерлер ақша салуды біледі, бірақ қанша теңге табатынын, қанша табысқа шығатынын нақты есептемейді. Бизнесте нәтижеге жеткіңіз келе ма? Ол цифра. Маған 105 миллион теңге табыс түсіруге көмектескен бұл жаңағы бір керемет бір арман нәрсе емес. Бұл жерде стратегия, жүйе, цифр, осы фокус, осылардың барлығымен жұмыс жасау арқылы мен түсірдім. Цифр, достар, қайталаймын, өте маңызды техниканың бірі. Сізде есеп жоқ па, значит сіз өміріңіз есепсіз кетеді. Сізде ақшаңызда есеп жоқ па, сіздің ақшаңыз есепсіз кетеді деген сөз да. Мысалы, достар, менің командамның ішінің өзінде 7 миллион теңге, 5 миллион теңге, 1 миллион теңге табыс алатын қызметкерлер де бар. Тіпті мен қызметкерлердің қанша ақша табатынның өзіне цифрмен есептеп, және оны қарапайым түрде алдына қойып берем. Соның арқасында бізде компанияда үйде алған қызметкерлер бар, өте көп табыс тапқан қызметкерлер бар, 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион, 4 миллион, 7 миллионға дейін табыс тапқан қызметкерлер бар. Сол секілді сіз өз өміріңіздің де цифрын нақтылап алуыңыз керек та. Сонда сіздің тоже миыңыз өте жақсы деңгейде қабылдайды, жүретін бағытты біледі, қанша теңге салатыныңызды, қанша пайда табатыныңызды нақты есептеп отырасыз. Ал мен командаға осы цифрды сызып көрсеткенімде, яғни сен осы жүйемен жүрсең, мына табысты табасың. Олардың жұмыс жасау тәртібі және алға қарай ұмтылуы жүйесі өте жеңіл болып көрінді. Қаратта мен мынаны жасай аламын. Мен бұл нәрсеге жете аламын. Егер сіз цифрды есептесеңіз, жететін бағытыңыз, жүретін жолыңыз да
өте жеңіл болады. Осымен болды. Бұл техникаларды кәсіпте, жеке өмірде қолданатын болсаңыз, сіздің өміріңіз міндетті түрде 180 градусқа өзгереді. Видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Мен әрбір жазылған пікірді өзім оқимын. Сау болыңыздар.